Сәлем достар, бүгін Түркияның ерекше қалаларының бірі, ешқандай қалаға ұқсамайтын қалалардың бірі Бандырма қаласы туралы сөз қозғайтын боламыз. Егерде қызық болатын болса, әрі қарай жалғастырамыз, құрметті достар. Бұл жерде бірінші ұлы отан соғысы, дүниежүзілік соғыста ең соңғы оқ осы жерде атылған дейді. Тарихта оны жерде ескерткіштер тұр, байқайтын болсаңыздар. Бандырма қаласына келдік. Бандырма қаласындағы табиғат тамаша алсаңыздар болады. Бұл жерде балықпен айналысады көбінше. Ана жақтарда полностью балықпен жинап, сеткалармен тартып жинап жатқан көрдік. Халық саны 2008 жылғы статистика мәліметтерге қарағанда 12.000 адам деп есептелген. Қазір таңда 200 мыңнан аса адам халық бар екен. Халық санағы негізінде. Бұл қаланың тарихына жүгіретін болсақ, бұл қала аумағында басында гректер жаулап алған. Гректер жаулап алғаннан кейін бұл жерде гректердің панорамасы орналасқан. 13 ғасырда ise кресшілер бар, мұсылмандармен крес соғысы болды. Сол жерде Анадолудағы жорықтар үшін бұл жерде базар ретінде қолданылған кәдімгідей. Сондықтан да бұл жердегі 13 ғасырда бұны Бандырма атауын берген. 14 ғасырда панорамасында түріктер жаулап алғаннан кейін түріктер бұны 14 ғасырда Бандырма деп атауын берген. 14 ғасырда. 1918 жылы ise Бандырмада бірінші ұлы отан соғысында соңғы оқ рет осы жерден атылған деген деректер бар. Тарихи деректер өте керемет. Өте қызықты жағдай. Қаланың ішкі жағын өтсеңіз, ешқандай жел жоқ. Ауа райы жақсы, алайда домнан теңіз жағалауын бойына келетін болсаңыз, жел өте қатты болып жатыр. Дауыс видео түсіруде бір ыңғайсыз болып жатыр. Бандырма қаласының жағалауы тарихи Мармар теңізі. Құрметті достар, ендеше сіздерге Мармар теңізі туралы кішігірім мағлұмат бере кетсек. Мармара сөзі бұл ақ мармардың бай өндірісі болған аралға байланысты шыққан. Сондықтан да назар аударсаңыздар, жан-жағындағы әртүрлі түсті тастар, ешқайсысына ұқсамайтын ақ түсті тастар соған да байланысты деп айтылған. Ендеше бұның грекше атауы Пропантида деп аталған. Пропантис, яғни про деген алдыңғы, және де пантс деген сөз, о теңіз деген мағынаны білдіреді. Ендеше Мармар теңізі Атлант мұхитының Еуропа мен Кіші Азия аралығында Жерорта теңізінің қиылысында орналасқан. Алайда солтүстігінде Босфор бұғазы арқылы Қара теңізбен де байланысады. Ол солтүстік жағында ise Дарданелл бұғазы бар, ол арқылы Эгей теңізімен жалғасады. Жалпы аудан 11.472 километр квадрат, ұзындығы ise 280 километр. Ендігі жағынан ені 80 километр квадрат, суының орташа көлемі ise 4000 километр куб. Ең терең жері ise 1273 метр. Еуропа, Азия және Африка құрлықтарының бөліп тұратын жер қыртысының ірі жаралыстарынан пайда болған. Ірі аралдары ішінде Мармар аралы бар, Принц, тағы да басқа аралдар бар. Ендеше Ердек, Бандырма, Гемлік шығанақтары бар бұл жерде. Мармар теңізіне екі өзен, ол Симау, яғни де Қожабаш деген өзендер құяды. Суы қатпайды, тұзды болуына байланысты. Беткі қабатының орташа температурасы ise ол жерде 29 градусқа дейін жетеді. Алайда бұл жерде көптеген теңіздердің сауда орталықтары бар. Бұл жерде балық саудасы, сонымен басқа
аңшылар келіп жаңағы балық аулайды. Мармара теңізі арқылы Қара теңізден Жерорта теңізіне өте маңызды су жолдары өтеді. Олардың жағалауында үлкен Стамбул қаласы, Измир қаласы, осылардың үлкен порттары бар. Бұл жерде бұл порттарда сол Стамбулдан кейін екінші орында тұратын үлкен порттардың бірі деуге болады. Теңіз бойындағы өте әдемі мешіт. Bandırma қаласы. Taylанд dondurma дейді. Taylандның мороженое. Marmara қаласында бұл сауда орталығы өте дамыған жер. Ең үлкен порттарының бірі. Балқесердің кәдімгі орталығы деуге болады. Шетел азаматтары порт арқылы келетін заттары өте көп. Жер қаласы негізінде бастапқыда бұл гректердің жері болған, қалған гректер өте көп. Бұл жерде әртүрлі ұлттар бар. Bir таңғалатын жағдайы өте таза, өте керемет қалалардың бірі. Теңіздің жанына келіп баратын болсаңыз, ол жерде өзі жел, погодасы да басқаша, сондай. Полиция орталығы. Құрметті достар, және де естеріңізге сала кетейік. Мысалы үшін біз шетелге шығу барысында, мысалы үшін Түркияға келу барысында ақшамызды долларға айырбастаймыз. Доллармен біз аэропортта немесе басқа жерлерде ақшаны айырбастау барысында ұтылып қаламыз. Сондықтан мен артында тұрған мына Халық банк. Қазақстан азаматтары үшін Халық банкке ақшаларыңызды өткізбасаңыз проблема емес. Әрбір қадамда әр жерден табыла береді. Артымызда Халық банк тұр. Сол Халық банкты шешіп алсаңыз, банкоматтан қайда ұтасыздар. Қосымша мәлімет ретінде естеріңізде болсын. Bandırma қаласы, Ortaköy. Сонымен қатар бұның орталығының қақ ортасында қалай келсеңіздер, мынандай ескерткіш қойылған. Ататürk. Milletimiz çalışkanları bu fazileti de başkasının sözü. Soğunda Atatürk'ün koludur. Mustafa Kemal Atatürk, milletimiz çalışkandır деген söz, bu yani ultumuz жұмыс жасаған дейді. Соғыс. Ұлы Отан соғысы соғысқаннан кейін әскери ескерткіштер қойылған. Осында сонымен қатар бұл жерде осындай қызықты мәліметтер бар. Және де ең кереметтілігі бұл Bandırma қаласында әскери әуежайы, самолеттер, әскери әуежайлары бар. Ең соңғы соғыс, осы жерде соғыс оқтар ұшқан үшін, осы жерде тарихта қалған үшін осында ескерткіштер қойылған. Мынау сайлау болады, жақында өтсеңіздер соған байланысты
белгілер. Әскери ұшақтар бар, дауыстары қайта-қайта шығып жатыр. Мынау өзі жағасы теңіз бойында порттар, мынау. Осылай шығатын жерлер. Өте әдемі. Өте қызықты жайтты қараңыздар. Машиналар астынан жүреді. Өте керемет көрініс. Мына жақта кеменің дауыстары. Азан айтылуда. Автовазда қай жерде екенін ұмытып қалдық, билетті қайдан алатын. Affedersiniz, otogar burada mı? Balıkesir şehir lazım. Sorun bilmiyorum yani. Siz nerelisiniz? Buralıyım. Lazım. Nereye Bilet lazım. peki? Ne zaman gidiyor buradan? Ne zaman kalkıyor otobüs? Nereye gideceksiniz siz? Balıkesir şehir.